Бүгін классик жазушы Мұхтар Мағауиннің туғанына 85 жыл. Осыған орай нөмірі 67-ші орта білім ордасында Мұхтар қазақ әдебиетінің тарланы тақырыбында портреттік кеш өтті. Донмахамет Ахметұлы Қонаев атындағы балалар мен жасөспірімдер кітапханасы ұйытқы болған кештен әріптесім Қасымжан Байкүшіков тарқатады. Қазақтың халық жазушысы, мемлекеттік сыйлықтың иегері Мұхтар Мағауин 1940 жылы Абай облысы Аягөз ауданы Баршатас ауылында дүниеге келген. Жазушының шығармашылығына арналған жиынға арнайы шақырылған қонақтар қарымды қаламгердің ұлттық әдебиетіміз бен тарихымыз үшін еткен еңбегі жайында ой толғады. Бүгін ұлы тұлғаға арналған портреттік кеш ұйымдастырып отырмыз. Әрине негізгі мақсаты бұл ұлы тұлғамыздың, жазушымыздың туындыларын насихаттау, таныту, балалар мен жас ұрпақтардың арасында кеңінен насихаттау, балалардың кітап оқу қызығушылығын арттыру мақсатында осы кеш ұйымдастырылып отыр. Мұхтар Мағауин жазушы баспасының бас редакторы, Жұлдыз журналының бас редакторы, Қазақстан жазушылар одағы басқармасының хатшысы лауазымында қызмет етті. Бүгінгі кешке тыңғылықты дайындалған оқушылар ұлтын сүйген ұлы тұлғаның біз сияқты жастарға берері көп дейді. Жалпы Мұхтар Мағауиннің шығармашылығы бүгінгі күнде өте көп және олардың бізге берер мәні бар. Мұхтар Мағауин өзінің барлық шығармаларында өзінің халқына, еліне, жеріне деген өзінің сүйіспеншілігін көрсетіп, патриоттық сезімін бірден байқауға болады. Себебі әр шығармасында ол қазақ халқын жақсы көріп, құрметтеген адам етін. Әдеби кеште Тараз қаласының бірнеше мектептерінен келген оқушылар жазушының шығармаларынан үзінділер оқыды. Ондағы кейіпкерлердің тағдырын арқау етіп қойған сахналық көрініс кештің маңыздылығын арттыра түсті. Мен таныстырып өтейін. Стройдың басында тұрған екеу қазақ балалары. Үлкені 8-де, кішісі 6-да. Қасымжан Байкүшіков, Серік Ізділеуов, Айқын ақпарат.